Армысыз құрметті ағайын, бірінші видеоны толық көріп шықтыңыз деген үміттемін. Сізде енді гипноз және гипнотерапия жайлы нақты түсінік пайда болды. Енді гипнотерапияға қалай дайындаламыз? Сіз бұны мұқият бірнеше рет көріңіз, содан кейін алдын ала дайын болып келіңіз. Онлайн қатысасыз ба, офлайн қатысасыз ба, айырмашылық жоқ. Жақсы ма? Гипнотерапияға дайындық. Енді жан мен тән деп атаймын, мен өзімнің клиникамды, өйткені көп жағдай жан ауру болады, сол жан ауру тән ауруына келеді. Жан ауру жазылған кейін тән жазылады. Ал кейде тән ауру жазылған кезде жаныңа тынышталады. Екеуі тығыз байланыста, мына жанымыз бен тәніміз. Сондықтан мен жан тән деп айтамын, бөлек-бөлек қарауға болмайды да. Енді кез келген халық дана ғой, бірақ қазақтың даналығы керемет. Аталарымыз осындай медицина, психология ілімі дамымай тұрған күннің өзінде де осы жан жарасы мен тән жарасы жайлы көп нәрселерді білген, айтып кеткен. Сонда қазақтың мақаллары айтады, тән жарасы жазылар дейді. Тәнде жара болса, қолыңды кесіп алдың, тісің ауырды, тізең ауырды, бұл жазылар. Жан жарасы аздырар дейді. Мына адамның қайғы, қасіреті, уайымы, қорқынышы бойында тазаланбай қалып қалса, ол аздырады адам баласын дейді. Жаның ауырса, тәнің шірейді. Шындығы сол ғой да, уайым, қайғы, былай тәнің сау сияқты, бірақ ішкі уайым тәніңді де ауыртып жібереді. Жан ауырса, тән азады. Қайғы басса, жан азады. Қайғырғаннан кейін жаның азады, содан кейін барып тәнің аза бастайды. Сырқат тән жарасы, қайғы жан жарасы. Қараңыздаршы, ғылым, білім, психология дамымай тұрғанда қазақ қалай осының бәрін білген. Жазылмайтын, бірақ айтады қазақ, жара жоқ, серпілмейтін аза жоқ. Әрине, оны кейде уақыт емші дейміз, бірақ кейде уақыт емдей алмай жатады. Сондықтан бізге уақыт қашан емдейді деп қайғы қасіретке беріліп, соның кеселінен ауру сырқауға ұшырамайынша, гипнотерапевтке, психотерапевтерге келсеңіз, сол жан жараңызды емдеп береді, сол кезде тәніңіздің де жазылуы әлдеқайда жылдамырақ болады. Бірақ айтатыным, ең алдымен гипнотерапияға келмей тұрын, егер де қандай да бір психосоматикалық ауруларыңыз бар болса, ойласаңыз, мысалы, аллергиямын, кекештенем, үстіме қотыр шығады, қан қысымым жоғары, анау деген сияқты көптеген аурулар алдымен дәрігерге барып анализ өткізу керек. Сенде физиологиялық ешқандай проблема жоқ па? Шынымен физиологиялық денеңде проблема бар болса, оны мүмкін дәрімен, мүмкін ота жасаумен басқадай емдеп алуға болады. Кейде болады, мысалы, жүрегім қағып тұрады, жүрегім ауырады, барсаңыз толық анализдердің бәрін тапсырдыңыз, УЗИ-ға, кардиологияның бәрін көрсеттіңіз, бәрі жақсы. Қан тамырларыңыз ештеңеге бітелмеген, яғни онда психологиялық проблема. Алдымен сондықтан физиологиялық проблеманы шешіп тастау керек. Өйткені психология, физиологиялық проблема шеше алмайды. Мысалы, тісіңіз қақсап тұрса, оны гипнозбен емдей алмайсыз. Тісіңізге қан құрт түссе, оны гипнозбен, гипнотерапиямен емдей алмайсыз. Алдымен дәрігерге барып көріну керек. Жақсы ма? Көп жағдайда психологиялық проблемалар, мидағы проблемамен физиологиялық, тәндегі, дендегі проблемалар ұқсас болып жатады. Мысалы, ұйқының бұзылуы жұмыста қатты шаршаудан болады. Бұл жерде ешқандай психология жоқ. Ұйқыңыз бұзылмай, шаршап жүрсіз жұмыста, онда бір-екі күн демалып, жақсылап тұрып ұйықтап алыңыз, шаршағаныңызды басыңыз да. Психологиялық проблема жоқ, қатты шаршадыңыз. Кейде үнемі шаршап жүру, қалқанша бездің дұрыс жұмыс істемеуінен болады. Қалқанша без бар мына жерімізде. Сол гипотериоз болған кезде ТТГ деген гормон жетіспесе, то есть ТТГ көп болып кетіп, Т3, Т4 свободно дейді, соның мөлшері азайып кетсе, онда сіз хронический усталость, өзіңізден өзіңіз шаршайсыз жүресіз. Психологияның ешқандай қатысы жоқ. Бұл физиологиялық, яғни дененің, тәннің, ағзаның ауруы, жанның ауруы емес. Сондықтан айтасыз, сізде гипотериоз екен, бұны психологқа барып емдей демейді. Әрине психологқа да гипнотерапияға бару керек. Көп жағдайда осы бұл аурулардың себебі, түпкі себебі стресстен болады. Стресс, депрессиядан ұшырағаннан кейін зоб болып, гипотериоз болып кету мүмкіндігі көп. Сондықтан екеуін қатар емдеу керек болады.
болуы мүмкін. Не болмаса себепсіз абыржудан, үрейленуде осы проблемалар тудыруы мүмкін. Жаңағы ұйқысыздық, басқа ауруларды да, гипотиреозды. Олай болса, бұл психологиялық проблема. Бұны гипнотерапиямен емдеу керек. Егер сіз қобалжығанда, абыржығанда, үрейленгенде, ашуланғанда, уайымдағанда бұл ауру қозып кетсе, ары қарай ұлғайып кетсе, яғни бұл психологиялық проблемасы бар ауру. Жақсы ма? Егер де сіздің ауруыңыз бұл дененің, тәніңіздің физикалық дерті болмаса, өзіңізбен не болып жатқан зерттеуіңіз керек. Қандай оқиғалар кезде бұл ауру қозады, қашан сіз өзіңізді біртүрлі сезінесіз, болмаса өте нашар сезінесіз да? Басыңызбен сіз түсінесіз, бұның еш қаупі жоқ екенін, себепсіз екенін сөз, бірақ жағдай қайталана береді. Мысалы, лифтте отырғанда оның қандай қорқынышы бар? Қалттың алдына шығып сөйлеудің қандай қорқынышы бар? Ешкім сені сабайын деп жатқан жоқ қой. Атайын асайын деп жатқан жоқ. Самолетке отырдыңыз, елдің бәрі отыр, ұйықтап отыр, сіз неғып дірілдеп отырсыз? Қараңғы бөлмеден қорудан қорқасыз, кейде көшеде жүруден қорқасыз, балконнан қараудан қорқасыз. Яғни ешқандай қауіп жоқ, балкон құлайын деп жатқан жоқсыз. Бірақ бұл біресе балконда, біресе бір қараңғы бөлмеде қайталана беретін болса, яғни бұның түп тамыры сіздің психологияңызда жатыр, жаныңызда жатыр да. Барлық есте қалған оқиғаларда бірдей кездескен нәрселерге назар аудардыңыз. Барлық жерде қандай нәрсе бірдей кездесті? Бір дауыс шықты, бір жағымсыз иіс шықты, болмаса бір кино көрген кезде сіз қорқа бересіз, болмаса бір үнемі биікке шыққан кезде бір не нәрсе қайталанып жатыр. Мүмкін бір иіс, мүмкін бір сөз, мүмкін бір оқиғалар, сол кезде осы дертіңіз соған байланысты қозғай беретін болса, яғни сіздің бұл проблема психологиялық проблема. Мысалы, бір жерге барған кезде, бөтен жерге келген кезде, бір бөтен адаммен сөйлескен кезде болатын болса, бұл психологиялық проблема. Бар жерде бір иіс кездесті деген сияқты да. Сондықтан бұны тауып алу үшін айтасыз, бұл оқиғалардың басқа оқиғалардан қандай айырмашылығы бар? Әрине, адамда түрлі оқиғалар бар. Қонаққа барасыз, жұмыс істейсіз, көлікпен жүресіз, жақсы да, онда жерде шіңке жоқ. Болмаса, бір көлікпен жүрген шыққан кезде, болмаса айталық, көшеде келе жатсыз, бір немененің, милицейский машинаның, болмаса жедел жәрдемнің дауысы шықты. Тура соны сіз кино көріп отырған кезде көрдіңіз. Болмаса түсіңізде көрдіңіз. Не нәрсе қайталып жатыр? Барлық жерде жедел жәрдемнің немесі қайталанып жатыр, дауысы. Болмаса бір иіс, бір иттің иісі, болмаса басқа нәрсенің иісі. Әр жерден көрдіңіз, сол сізді қобалжытты, болмаса қотырыңызды бірдеңені қоздырып жіберді. Яғни осы нәрселер меніған себеп, аурудың себебі осы жиі кездесетін мына бір дүниелер екен деп. Соны анықтап аласыз. Бұл сізге үй тапсырмасын беріп жатырмын мен сізге қазір. Соны жазыңыз. Соны қорқыныштар түрлі болады да. Мынау түсіңізге көрді, кейде елестейсіз, себепсіз қорқыныш. Мысалы, сізге ит арсылдап жүгіріп шауып келе жатса, ол қорқыныш, әрине. Көлік бүйтіп ауа бастады, қорқыныш. Болмаса ішіп алған біреу сізге бір қауіп төндіріп тұр, қолында пышағы ма, таяғы бар ма, төбелесейін деп жатыр. Ал бұлай қараптан қарап халықтың алдына шығудан қорқу, қараптан қарап біреудің атын сұрауға, біреумен танысайын дегеннен қорқу, қараптан қарап үйде бәрі ешкім шабуыл жасайын деп жатқан жоқ, тыныш жерде тұрасыз, есіктің бәрі жабулы, сізде қорқыныш бар. Бұл себепсіз, иррациональный. Рациональный қорқынышты айтып отырған жоқпыз. Иррациональный қорқыныштар. Мысалы, көшеге шықтыңыз, белгісіз бір үй келді. Лифтіге отырдыңыз, тар бөлмеге кірдіңіз. Сол кезде бір қорқыныш келді өзінен өзі. Үрей жайлай бастайды. Көлікке ұшаққа отырғанда жүрегім тарсылдай бастады. Басым айнала бастады. Балконға шықтым, басым айнала бастады. Мысалы, бірнеше адамның алдына шығып сөйлеу керек болса, тамағыма тас тығылады, айтар сөзін ұмытып қалам. Бұл иррациональный, себепсіз қорқыныш. Яғни бұны емдету керек. Танымайтын адамнан бірдеңе сұрау керек, жүрегім дүрсілдей бастайды. Біреумен таныса алмаймын, жақындауға қорқамын деген сияқты. Түсінесіз бе? Енді терапия неден басталады? Бірінші қадам, өзіңіздің проблемаңызды жазып, WhatsApp нөмірге тапсырыңыз қалдырасыз. Біздің Амос Сарайының нөмірі бар.
мысалы 8-747-309-49-49. Сол айтасыз, мен гипнотерапия алайын деп едім. Алматыда тұрсаңыз келіп қабылдасаңыз болады офлайн, болмаса мен Атыраудамын, Ақтаудамын, Семейде, Шығыс Қазақстандамын, Өскемендемін деген сияқты. Жазда менде бір сөйлеммен өзіңіз проблемаңызды айтасыз. Менде қорқыныш, үрей, психосоматикалық ауру. Неге психосоматикалық? Дәрігерге бардым, дәрігер айтты, денің сау, бұл сенің психаңды көрсет деп айтты. Болмаса бір жақын адамнан айырылғам, содан бастап стресске кіріп кеттім, соны есімнен шығара алмаймын деген сияқты тапсырыс қалдырасыз. Бұл бірінші қадам. Содан кейін гипнотерапевт сізбен телефон арқылы байланысып сөйлеседі. Содан кейін үй тапсырмасын береді. Бұл өте тегін істелетін жұмыс. Тапсырыс қалдырдыңыз, содан кейін телефонмен сөйлестіңіз. Бұл тегін. Содан кейін келесі үй тапсырмасын орындайсыз. Келесі сіздің қадамыңыз. WhatsApp арқылы жіберген соң гипнотерапевт WhatsApp арқылы онлайн кездесуге шақырып диагностика сеансын өткізеді. Бұл менікі 20 000 теңге тұрады. Жаңа бірінші қадам WhatsAppқа жазып жібердіңіз, да? Содан кейін екінші қадам телефонмен сөйлестіңіз. Екі қадамда. Үшінші қадамда үй тапсырмасын орындайсыз. Сіз орындап, жаңа WhatsAppпен жібересіз. Иә, сіздің тапсырмаңызды былай істедім, кестені толтырасыз, сол кестені береміз, жібересіз. Содан кейін диагностика болады. Ең алғашқы жасалатын нәрсе ол диагностика. Яғни сізде қандай проблема бар екен, оны қалай шешуге болады, неше сеанс болады, оны қалай жасаймыз, соны түгел айтып береді. Сол диагностика. Және де бір тест ретінде тексеру терапиясы жүреді. 20-30 минут. Міне, осылай басталады. Диагностика өткеннен кейін гипнотерапевт сізге өз қойған диагнозын айтып, көмектесе ала ма, көмектесе алмай ма? Көмектесе алмаса, неге көмектесе алмайды? Ал көмектесе қанша терапия жасау керек? Менің диагностикам 20 000 теңге, ал менің шәкірттерім, менің әріптестерімдікі диагностикасы 10 000 теңге. Соны жасап аламыз, соңын ары қарай келісеміз. Міне сіздікі мынандай проблема екен, қорқыныш екен, мынандай тағы да не бар, уайым бар екен, тағы не бар. Сізде бір психосоматикалық дерт бар екен. Енді үшеуіне үш рет терапия жасау керек. Былай жасаймыз. Жалпы сомасы осынша болады дейді. Жақсы ма? Бұл бірінші қадам, осылай кетті. Осылай болады. Енді үй тапсырмасын қалай береміз? Үй тапсырмасын. Сұраныс, сіз мынау сұранысыңыз, запрос да, айттыңыз, бойымды агрессия жайлап алған. Үнем үрей билеп тұрады бойымда, және менде псориаз деген дерт бар. Бұл сіз осылай бір сөйлеммен өзіңіздің сұранысыңызды, запросыңызды жібересіз. Содан кейін бұл қандай жағдайда не болады? Осыны жазасыз да, қандай жағдайда болады? Осы агрессия, болмаса бойыңды үрей бойлап тұру. Кесте береміз, осы кестеде деген бағанаға толтырасыз да. Қандай жағдайда болады? Бір адамдар мен айтқанды бірден жасамай қойса, қаным басыма шауып ашулана бастаймын. В, С деген үш бағананы толтырамыз да. В. Сол кезде сізге қандай ойлар келеді? Мысалы, мысал ретінде беріп отырмын да. Бұл мені адам деп санамай тұр ғой. Мені төмендеткісіп, мені қорлағысы келіп тұр деген бір жаман ой келеді. Автомат түрде өзінен өзі ұлп етіп келе қалады. Сондай жағдай болған келеді. С. Сол кезде денеңде қандай сезімдер болады? Жүрегім дүрсілдейді, тынысым тарыла бастайды. Міне, мұқият, ең басты гипнотерапия өте жақсы өту үшін, өте нәтижелі өту үшін, шынымен сіздің бүкіл проблемаңызды шешіп тастау үшін, осы 3 сұраққа сіз тыңғылықты, барлық жауапкершілікпен жауап беруіңіз керек. Қандай жағдайда сізбен не болады? Лифтіге шыққан кезде, отырған кезде, менің жүрегім дүрсілдей бастайды. Басым айнала бастайды, құсыға бастаймын. Сол кезде қандай ой келеді? Мен өліп кетем бекен мына жерден, аман-есен шыға алмаймын бекен, мына лифт құлай ме екен деген. Сол кезде не болады? Қолым құрыса бастайды, басым, құлағым шыңылдай бастайды. Түсінікті деп ойлаймын да. Осындай неменені тапсырманы алдымен толтырып аласыз, содан кейін терапия басталады. Сіз УЗИге барған кезде айтады ғой, сіз былай дайындалып келіңіз, тамақ ішпей келіңіз дейді, қан өткізетін кезде. Дәл сол сияқты сіз дайындаласыз да. Бірінші, сіздің проблемаңыз тудыратын жағдайды еске түсіріп, елестетіп, сезіну қажет болады.
сезіну керек. Оны әдейі тудырып тұрып сезіну керек. Сол жүрегіңіз дүрсілдейтін, басыңыз, құлағыңыз шыңылдай бастайтын, қолыңыз құрса бастайтын, болмаса ішіңіз өте бастай ма, ішіңіз бүре бастай ма, қандай болады? Тура сол жағдайды сезіну керек. Осындай жағдайда осылай сезіндім. Тамағыңызда тасты қыла ма? Оны не тудырады? Не тұрады? Осыны сезіну керек та. Сіздің барлық проблемаңыз сіздің подсознанияңызда, бейсанаңызда жасырынып жатыр. Гипнотерапевт сіздің бейсанаңызбен жұмыс жасайды. Ол үшін мына сананы уақытша өшіреміз. Сананы өшіреміз. Мынау сананы ашамыз, сананы өшті. Сананы өшіріп тастадық. Сіздің бейсанаңызда бүкіл проблемаңыз мына бейсанада жатыр. Психологтар сіздің әке-шешеңіз мынаумен сөйлеседі. Жарайды, ол өтіп кеткен нәрсе, уайымдамай-ақ қой, ит үреді, керуен кешеді демейік та. Сіз осындай жағдайға түсесіз, осы терапияға келген кезде жүрегіңіз қаға бастады, өзіңізді сондай сезіне бастадыңыз. Сол кезде мен айтам, 1-2-3 сен сезімге айналдың, өткен өмірге қарай кеттің. Сол кезде ғана сенің бейсанаң маған бағынады, екеуміз бірге бейсанаға сүңгиміз. Ешқандай қауіп жоқ. Жақсы ма? Сіз осыны үйде нетуіңіз керек та. Ол үшін ең маңыздысы қазір мынаны прям оқып алыңыз да. Ол үшін не істеу керек дегенде, сізді не қобалжытады, қандай жағдайлар, мүмкін бір орын, да, мысалы әке-шешеңізден айырылып қалсаңыз, әке-шешеңіздің фотосын көресіз бе? Мысалы жақсы балаңыздан айырылдыңыз дейік та, мысалы. Болмаса ажырасып кеттіңіз. Енді сол адамдардың фотосы. Болмаса сол кісімен бірге жүрген орындар, киноға барып едіңіз, үйіңіз ба, ауыл ба, сол орынға барған кезде, егер мүмкін болса, бір музыка болған кезде, сізді қандай нәрсе сондай эмоциялық жағдайға түсіреді. Соны тауып, сол жағдайға әдейі түсуіңіз керек. Үйде отырып, терапияға келмей тұрып, үйде отырып, осыны жасап аласыз. Мен осындай күйге түсем, мені қатты қинайтын, абыржытатын. Бұл проблеманы сіз бүйтіп елестетіңіз, сіздің табаныңызға кірген шөгір, бір қотыр кіріп кетті, бір нәрсе кіріп кетті, бір тікен тұр, сізді қинайды, өмір бойы қинап келе жатыр. Сіз тағы да сондай жағдайға, не түсіреді екен осындай жағдайға? Ойбай деген жағдайға түсесіз, міне тұрған. Содан кейін терапияға келгенде тағы да түсесіз екінші рет. Болды. Содан кейін соны сізді айғайлап тұрып жұлып тастаймыз. Содан кейін өмір бойы қиналмайтын боласыз. Сізге түсінікті деп ойлаймын. Сізге ең маңыздысы, менің проблема неде? Мен қазір терапевтке барам, соның алдында мен тура сол күйге түсуім керек. Абыржыған, уайымдаған, қайғырған күйге түсуім керек. Мен не нәрсе түсіреді? Фото, видео, бір сөздер, бір адамдармен кездесу, бір оқиғалық жерге бару, не түсіреді? Тура сол жағдайды түсіруге тырысасыз. Содан кейін келесіз. Бірге оны анықтаймыз. Мен сізге бір аудиолар жіберем, музыкалар, соны тыңдаған кезде екен. Болмаса бір видеолар берем, бір киноны көруге кеңес берем, бір қысқа роликтерді берем. Соны тыңдағанда екен. Мынау мені тыңдайды, мынау мені қозғайды. Болды, соны тауып алдық. Сіз менің алдыма келдіңіз, сол оқиғаны қайтадан еске түсірдік, видеоны көрдік, сіз дірілдей бастадыңыз. Мысалы, мен самолетқа отырудан қорқам. Мен гипнотерапевтке айтпаймын ғой. Қандай жағдайда осы қол аяғың дірілдеп, жұдырығың қуыса бастайды, жүрегің дүрсілдей бастайды. Самолет бір бұл жерге келіп, қиқалақтай бастаған кезде. Мен айтпаймын ғой, келіп мен самолетке отыр, тағы да сол самолет егер ақырен ұшса, мен қорықпаймын. Бүйте бастаған кезде қорқа бастаймын. Ол мені самолетқа апарып терапия өткізе алмайды ғой. Адамдар отыр, және оған 2 сағат уақыт керек. Не істеу керек? Сол самолеттардың апатқа ұшырай бастаған видеолар көп болады. Соны көруде мен қорқам. Сондықтан сол видеоны мен көруім керек. Соны көрген кезде мен сол жайсыз жағдайға түстім. Болды. Мысалы, сіз бір жақын адамыңыздан айырылдыңыз. Мысалы, менің шешемде, менің інім ерте қайтыс болды 30-дан асқан кезде. Сол інімнің фотосын көрсе, видеосын көрсе, соның достарын көрсе, ол кісі бірден көзінен жас келіп, өзін жайсыз сезініп, сондай эмоционалды жағдайға туа бастайды. Не істеу керек? Егер ол кісіні сондай уайымнан құтылу үшін, алдымен сол фотоны, видеоны көрсетеміз. Соны көрді,
көзінен жас келіп қобалжи бастады, болды, видеоны алып қойдық, гипнотерапия басталды. Сізге түсінікті деп ойлаймын, қалай не етеді. Мысалы, биіктен қорқатындарға мен мынандай видео жіберемін. This is going to be terrible. I really hate this part. Okay. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, I don't want to go straight back. Oh, I don't want to go straight back. Jen. I don't want to go straight back. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god! Oh my Oh god! Did anybody else feel that in their lower back? No. Oh! My basement's flooded. That was intense. Let's do it again. Oh, my Lanta. I need something a little easier after this one. Oh my goodness. I hope you enjoyed the ride. Wow. Биіктен қорқатындарға осындай видео жіберемін, осыны көру керек. Ал егер ол адам мүгедек болудан қорқса, басқа да видео жіберемін. Мүгедек болып қалудан, болса балам мүгедек болып қала ма екен деген бір қорқыныш болса да. 33-летний Сергей Неверко, он страдает от редкого заболевания – слоновости. Его ноги распухли до нечеловеческих размеров. Она как надутая. Дәрменсіз сезінемін десе, өзім дәрменсіз сезінемін, қорқамын бірдеңкеден десе, мысалы тіске жылудан қорқамын, уколдан қорқамын десе, мына видеоны жіберемін. Садись. Сиди спокойненько. Не надо. Ну, у нас стульчик шатается, ты упадешь. Не надо, не плачь, мы тебя потом отведем в палату. Не плачь. Переодевается, сестра. Не плачь. Дай мне ручку. Не плачь. Я буду ничего трогать. Почему? У нас стульчик шатается, понимаешь, ты можешь упасть. Не надо плакать, мы тебя свяжем. All operations are made without special anesthesia because our conditions in this operating room don't allow us to use anesthesia. Зачем закрывать глаза? Свет яркий у нас, свет яркий. Ну, видишь, какой зайчик. Тихо, все, молодец. Always it's big panic for children, and certainly it's big panic for doctors and nurses as well. Тихо. Every operation is big trouble, with bleeding, with crying, and it's big stress for everybody who are in this operation room. Always when I see this operation, my heart is broken to see how child is suffered from this operation. Суға түсуден қорқамын десе, мына видеоны жіберемін. Өлімнен қорқам, бірге жақыннан айырылып қалып едім, соны ұмыта алмай жүрмін десе, мына видеоны жіберемін. Мама.
Ребята, ушла быстрее! Быстрее все сюда! Все сюда! О! Туда, Юра, Юра, туда! Юра, туда! Юра, туда, Юрка, вот так! Блядь, туда, вниз. Скорее сюда! Ребята, быстрее! Блядь, я не могу раздеться. Идите, раздевайся. Вниз, туда, вон, туда. Блин, ребята, вашу мать! Ребята! Миша, давай тогда туда, может быть, в другую сторону. Руку! Давайте! Кто-нибудь! Блядь, я не знаю, что делать! В ту сторону, в другую! Люда! Тихо! Витя! Осы сияқты менде түрлі түсті видеолар бар, аудио запистер бар, соларды жіберем. Соны көргенде айтасыз, мен мынау маған әсерін берді, мынау маған әсерін берді. Аға, жақсы. Енді келіңіз, терапияның алдында тағы да сол әсерге береміз. Сондай әсерленесіз, жылайсыз, уайымдайсыз, жүрегіңіз дүрсілдей бастайды, басыңыз ауыра бастайды. Сізде қандай әдетте болады? Тура сол күйге түсесіз, содан кейін терапия басталады. Тағы да көрсетейін, терапияның қалай өтетінін. Алдымен міне внушение, визуализация. Мен халықаралық психологиялық институттың Мәскеудегі осы обучение гипноз, гипнотерапия деген үйрету сабағынан өттім. Московский институт гипноздан да өтіп, содан сертификат алдым. Соны алдымен біз внушение сендіреміз, сондай жағдайға түсесіз, жаңа видеоның, суреттің, басқаның көмегімен. Соның кейін сіз соның себебін табамыз. Бұл себеп не болды екен? Сіз ит қауып алды ма екен? Біреуден сөз естідіңіз бе екен? Мүмкін ұмытып қалған бірдеңкелер бар шығар, соларды тауып аламыз. Содан кейін сол жерде сол жағдайға, сол уақытқа, сол уақытқа, сол жерге түсесіз. Сол кезде сізде жан қиналысы тағы да болады, өйткені бұл жеңіл емес. Содан кейін, содан шыққаннан кейін сізде басқа бір бұндай оқиғадан қорықпайтындай сізде миыңызға басқа программа жазып береміз. Міне, терапияға дайындық осылай. Келесі видеода жалпы терапия қалай өтетіні жайлы сізде толық түсінік болуы тиіс. Осы 3 видеоны көріп алғаннан кейін сіз бізге терапияға келсеңіз әбден болады. Бұл шындығында да өте эффектіні шешіп береді. Өйткені ешбір психолог, ешбір философ, сіздің досыңыз, туысыңыз, сіздің бей санаңызға, сіздің анаңыздың құрсағында не болды, сіз өмірге келіп жатқанда, анаңыз босанып жатқанда қандай жағдайлар болды, 1 айлық кезіңіз, 3 айлық кезіңізде, 5 жасыңызда, 3 жасыңызда қандай жағдайлар болды. Болмаса тіпті 20 жаста бір сізден бірнекеден қорқып қалдыңыз, бір зәбір көрдіңіз. Сол жағдайды қайтадан басыңызға өткізу үшін сол жерге апару керек. Бұны гипнотерапевттен, гипнотизерден басқа мамандар жасай алмайды. Ал біз сізге көмектесе аламыз. Келесі видеоны көріңіз міндетті түрде, содан кейін барып бізбен хабарласасыз. Келесі видеоларды көргенше сау саламат болыңыз.